Раскольников көпшілікке үйренбеген. Жоғарыда айтылғандай, әсіресе кейінгі кездерде адамдардан қашатын болып қалған еді. Бірақ қазір неге екені белгісіз, көпшілікті қалап қалды. Оның жүрегінде бір жаңа нәрселер туындап келе жатқанға ұқсап, ол өзін адамдардың аяушылығына мұқтаж болғандай сезді. Ол бір еркін демалғысы келді, басқаша әлемде болуды, шаршауларды ұмытуды қалады. Сол үшін де ішімдік қана қаншалық лас болса да, бұл жерден кеткісі келмейтін еді. Ішімдік қана бастығы басқа бөлмеде отыратын еді. Бірақ ол үлкен залға жиі-жиі шығып тұратын еді. Ол баспалдақтан түсіп келе жатқанда, денесінен бұрын оның кербездікпен майланған үлкен қайырылма қонышты қызыл етіктері көрінетін еді. Оның үстіне поддевка, қара шайы нымшасы қатырма болып кеткен, мойнында галстугы жоқ еді. Оның жүзіне май сеуіп тастағандай ұқсап, денесі темір құлыптың өзі еді. 14 жасар шамасындағы бір бала пива құйып, ал одан сәл жасырақ бала болса, сұралған нәрселерді залға тасып тұрар еді. Үлдірікте турап кесіп қойған қияр, қара нан және майдалап бөлінген балық бар еді. Олардың барлығынан сасық иіс таралар еді. Ауа қапырық еді. Қапырықтығынан отыру қиын еді. Зал соншалық вино иісіне тойғанынан мас болу үшін осы жерде сәл отырудың өзі жететіндей көрінетін еді. Кейде сондай уақыттар болады. Бір мүлде бейтаныс адаммен жолығып қаламыз да, бір ауыз сөйлеспей тұрып, күтпеген жерден ол адам бізге қызық болып қалады. Зейнеттегі қызметкерлерге ұқсаған бір шетте отырған кісі Раскольниковке осылай әсер етті. Жігіт кейін осы бірінші кездесу әсерлерін қайта-қайта есіне алған кездері болды. Тіпті оны ол алдын ала көңілдің сезуіне жорып көрді. Ол қызметшіге тоқтаусыз тіке қарап тұрар. Қызметшінің өзі де одан көзін үзбес, шамасы өте қатты сөйлескісі келіп жатқанға ұқсайтын еді. Қызметші ішкілікханадағы басқа адамдарға, соның ішінде ішкілікхана иесіне сыртынан бір назар тастап отырар. Оның бұл қарасынан мән бермеушілік, сонымен қатар менсінбеушілік мәндерін оқу мүмкін еді. Бұл жердегілер оның назарында төмен тап, әңгімелесіп отыруға арзымайтын адамдар еді. Бұл орта бойлы, мығым келген ақ басқан шаштарының бір бөлігі түсіп қалғаны, тоқтаусыз іше берушіліктен жүздері салбыраңқы болып түскен, сарғайып, тіпті көгеріп кеткен қабақтары іскен, қызғыс көздері дірілдеп тұрғаны елулерден асқан кісі еді. Оның сыртқы көрінісі әлде қандай біртүрлі еді. Оның көзқарастарынан ақыл мен мән көрініп тұрар еді. Сонымен қатар ол кісіде біртүрлі есуастық белгілері бардай еді. Ол түймелері үзіліп түскен, бүтіндей түтеліп кеткен ескі қара фрак киіп алған еді. Фрактың тек қана бір түймесі аман қалғаны. Фрактың артқы жағы мыжылып кеткені. Фрактың астынан дақ басқан көйлегі көрініп тұрар еді. Оның жүзі қызметшілер сияқты қыртысталған, бірақ бұған біраз болған сияқты. Көкшіл түстегі сақалы біраз өсіп кеткен болатыны. Оның әрекеттерінде де қызметкер әкімшіге ұқсас бір нәрсе бар еді. Алайда ол салақ, дембіл-дембіл шаштарын мыжғылап, арасында түтіліп кеткен шынтақтарын лас үстел үстіне қойып, ызамен басын шеңгелдеп алар еді. Ақыры ол Раскольниковке тік қарады да, даусын көтеріп нық сөйледі. Мәртебелі мырзам, сізге әдеп сақтаған халде екі ауыз сөз айтсам болады ма? Сіз көрінісіңізден өте қарапайым болса да, бірақ менің көпті көрген көздерім сізді білімді, ішкілікке салынбаған адам екеніңізді сезіп тұр. Мен өзім ғылым адамына үлкен құрметте болып келгенмін. Әсіресе ғылым мен жүректің нәзік сезімдері қосылып кетуіне не жетсін. Мен бұдан бөлек шенді кеңесшімін. Мармеладов. Фамилиям осылай. Сұрауға рұқсат етіңіз. Қызметтесіз бе? Жоқ, оқимын, деп жауап берді. Жігіт оның
жұмбақ тіл қатуынан және еш себепсіз өзіне байланысқанынан біраз таң қалған халде. Тіпті ол бұдан сәл алдырақ не болса да біраз біреумен сөйлескісі келген болса да, міне қазір шынымен де өзіне тіл қатқанда тосыннан өзінің баяғы әдетіне қайтты. Ол бейтаныс адамдардың өзін мазалауын ұнатпайтын. Бұдан оның ашуы келер. Дереу өзін шетке тартар еді. Демек, студентпін деңіз, немесе бұрынғы студент, деп сөйледі қызметші. Өзімде ойлаған едім. Тәжірибе, құрметті мырзам, үлкен тәжірибенің жемісі бұл. Ол мақтанып, саусағын маңдайына тақады. Сіз студент болғасыз, әлде ғылым білім мүшелеріненсіз. Рұқсат етіңіз. Ол орнынан қозғалып теңселді. Пива ыдысын алып, жігіттің қасына өтті. Оған бір шама қиялап отырды. Оның біраз мастығы білініп қалғаны, бірақ сөздері түсінікті еді. Ол сөйлегенде кейде сөзінен шатасып кетіп, сөздерін созып сөйлейтін еді. Ол тура бір ай ешкіммен сөйлеспеген адамдай Раскольниковке желімдей жабысып алды. Құрметті мырзам, деп сөз бастады ол біраз жоғары дауыста. Кедейлік айып емес, бұл рас әңгіме. Мен ішкіштікте дұрыс деп есептемеймін. Бұл да наубет, бірақ жоқшылық. Құрметті мырзам, жоқшылық бұл індет. Иә, сіз кедейлікте тума жомарттығыңызды сақтап қалған боласыз. Жоқшылықта болса, оларды ешқандай адам сақтап қала алмайды. Жоқшылықта адам адамды топ ішінен таяқпен емес, сыпырғышпен қуып шығады. Тағы да аяныштырақ көрінсін десе керек. Мен сізге айтсам дұрыс істейді. Құрметті мырзам, бұдан бір ай алдын менің қалыңдығымды Лебезятников мырза таяқтың астына алған еді. Менің әйелім маған ұқсаған емес әрине. Аңғарасыз ба? Сұрауға рұқсат етіңіз. Сіз өміріңізде бір рет болсын Нева өзеніндегі жүк таситын кемеде түнегенсіз бе? Жоқ, жатып көрмегенмін, деп жауап берді Раскольников. Ол не дегеніңіз? Көрдіңіз ба, мен сондай жерде жатып жүрмін. Міне, 5-ші күн. Иә. Ол стаканына құйып ішті, ойланып қалды. Шынымен де оның үстінде тіпті шаштарында қоқыстар бөлшектері жабысып тұрған еді. Ол егер 5 күннен бері жуынбадым және киім ауыстырмадым десе де таңғалмаса болатын еді. Әсіресе семіз, қызарған майлы тырнақтары қарайып кеткен, қолдары өте лас еді. Оның сөзі шамасы көпшіліктің назарын өзіне тартты. Жаңағы 2 бала қайқилап күле бастады. Қожайын сайқымазақтың сөздерін есту үшін әдейілеп жоғарыдан түсті және жалқаулықпен салмақты қалыппен аррекке барып отырды. Шамасы Мармеладов бұл жер үшін таныс адам сияқты. Сонымен қатар түрлі таверналарда түрлі адамдармен сөйлесе беріп, ол ашық жарқын сөйлесуге үйреніп қалған шамасы. Бұл кейбір ішкілік құмар адамдарда әдет болып кетеді. Олар өз үйлерінде көп түрткіленіп, шеттетіліп тастағандықтан ақыр соңында міне осындай сөйлеспесе тұра алмайтын болып қалады. Сол үшін де олар ішкілік баздар арасында өздерін ақтауға және ебін тапса абырой жинауға тырысады. Сайқымазақ, деп айқайлады қожайын. Онда неге жұмыс істемейсің? Қызметкер болсаң, неге қызмет жасамайсың? Мен неге қызмет жасамайын, құрметті мырзам, деп сөзді іліп кетті Мармеладов Раскольниковке қарап. Тура сұрақты басқа адам емес, Раскольников бергендей. Неге мен қызмет жасамаймын? Мен осылай сүйреленіп жүруден менің жүрегім қан болып кетпейді дейсіз бе? Бұдан бір ай алдын Лебезятников мырза өз қолдарымен әйелімді өлес етіп ұрғанда, мен мас болып жатсам да, бауырым езіліп ағып кетпеді дейсіз бе? Рұқсат етсеңіз, жігіт, сіз өміріңізде қарыз бермейтінін біле тұрып, қарыз сұраған кезіңіз болған беді? Сұрағанмын. Біле тұрып дегеніңіз несі?
Біле тұрып дегенім, сіз қарыз бермейтінін біле тұрып, бірақ сұрайсыз. Бірақ өзіңіз де білесіз да, бұл ең ізгі ниетті қоғам үшін ең пайдалы азамат сізге ешқашан ақша бермейді. Бірақ неге беруі керек? Деймін өзіме өзім, ол менің ақшамды қайтармайтынымды біледі ғой. Жаны ашығандықтан ба? Бірақ жаңа ойлардан хабардар болып жүретін Лебезятников мырзаның жақында түсіндіруіне қарағанда, жан ашу, аяушылық көрсету тіпті ғылымда да тыйым салынған екен. Оның үстіне саяси даму жоғары болған Англияда қазір сол нәрсе іс жүзінде қолданылатын болғаны. Айтыңызшы, неге енді ол қарыз беруі керек? Сонымен сіз оның қарыз бермейтінін біле тұра, сіз оның алдына қарай жол аласыз. Барудың не керегі бар? Деп сөз қосты Раскольников. Баратын басқа жеріңіз, басқа адамыңыз болмаса ше? Әрбір адамның бара алатын бір жері болуы керек қой. Кей кездерде бір жерге барып көмек сұраудан басқа еш амалыңыз қалмайды. Менің өз белімнен болған қызым бірінші рет садақа сұрап көшеге шығуға мәжбүр болғанда, мен де шығып кеткенмін. Өйткені менің қызым тілемшілікпен күн көреді. Иә, деп қосып қойды ол сөз арасында жігітке бір түрлі қарап. Ештеңе етпейді, мәртебелі мырза, ештеңе етпейді, деді ол асығып. Пиво сататын балақайлардың тырқылдап күліп жібергені, таверна қожайынның өзі де жымиғанын көріп. Содан соң Мармеладов сабырлы үнмен былай деді. Ештеңе етпейді. Иә, адамдар мені ымдап көрсететін болып қалған. Бірақ мен мән бермей қойғанмын. Енді бәріне айдан анық болып қалған. Барлық сырлар көшеге шығып кеткені. Бұларға жиіркенішпен емес, тағдырым осы екен деп қараймын. Мейлі, болса болар, адамзат осындай мүмкін болса, жігіт сіз маған қарап тұрып, жоқ олай емес, бұны күштірек және мәдениеттірек айтайын. Сіз маған қарап тұрып, маған назар тастап отырып, сіз шошқасыз деп айту ғана емес, дәлелдей алар ма едіңіз? Жігіт үндемеді. Иә, деп салмақты түрде жалғастырды бейтаныс. Оның сөйлеу мәнерінде әлде қандай мақтаныш сезімі күшейді. Ол залда күлкі бітуін күтіп және бастады. Иә, жарайды, мен доңыз бола қояйын, бірақ әйел адам емес пе? Мен хайуан болып кеткенмін. Менің қалыңдығым Катерина Ивановна, ол болса оқыған әйел, штаб офицерінің қызы. Жарайды, мен оңбаған бола салайын, бірақ ол сезімтал әйел. О, қанекей, оның маған жаны ашса еді. Құрметті мырзам, мына әлемде әрбір тірі жанға әлдекімнің жаны ашуы керек емес пе? Оған аяушылық көзбен қарайтындар табылуы керек емес пе? Катерина Ивановна болса кеңпейіл әйел болуына қарамастан шындыққа тура қарайды. Дұрыс, өзімде жақсы түсінемін. Ол кісі менің шаштарымды біртіндеп жұлып жатқанда, бұны ол жүрегі күйгеннен істейді. Бұл нәрсені жасырудың қажеті жоқ. Ол кісі менің шаштарымды жұлып тастайды, деп қайталады ол айналада күлкі көтерілгенін көріп намыстанып. Алайда, о құдайым, мұның бәрі біреуге көрсетпей істеледі. Айтып отырудың да керегі жоқ. Армандаған нәрсеме бір емес, бірнеше рет қол жеткізгенмін. Маған енді ғана жандары ашып қарап жатқан жоқ. Бірақ болған тұрғаным осы екен. Мен тума хайуанмын. Мармеладов жұдырығымен столды қатты ұрды. Болған тұрғаным осы екен. Білесіз ба? Сіз білесіз ба, мырзам? Мен тіпті оның шұлығында сатып ішкенмін. Аяқ киімі емес, аяқ киімі болса да мейлі еді. Мұны түсінуге болар еді. Жоқ, шұлығын сатып ішкенмін. Иә, оның ешкі жүннен тоқылған жамылғысында ішіп қойғанмын. Жамылғы оның өз мүлкі еді. Оған сыйлыққа берілген нәрсе еді. Менікі емес еді. Біз болсақ суық бөлмеде өмір сүреміз. Ол бұл жылы қыста суық тигізіп алды. Жөтелетін, қан түкіретін болып қалды.
Біздің 3 жеткіншегіміз бар. Катерина Ивановнаның болса ертеден кешке дейін қолдары жұмыстан босамайды. Үй жинайды, кір жуады, балаларды шомылдырады. Неге десеңіз, жас кезінен тазалыққа үйренген. Мен бұл нәрселерге күймейді дейсіз бе? Қаншалық көп ішсем, соншалық қатты күйемін. Ішсем ішкілік жүрегіме ем болам екен, дертімді жеңілдетем екен деп ішемін. Азап ішінде күйіп кету үшін ішемін. Осыдан соң ол шарасыз қалған адамдай басын столға салып алды. Жігіт, деді ол тағы басын көтеріп, сіздің жанарыңызда қайғы мен мұң белгілерін көремін. Сіз кіріп келген мезетте мен мұны оқып алдым. Соның үшінде дереу сізбен сөйлескім келді. Мен сізге өз басымнан өткендерді айтып, мына саяқ-мазақтарға өзімді күлкі қылмақшы емеспін. Олар онсыз да бәрін бастан аяқ біледі. Мен әңгімемді түсінетін, санасы бар адамды іздеймін. Сіз бір нәрсені біліңіз. Менің қалыңдығым губерния жоғары дворяндар институтында тәрбиеленген. Бітіріп шығып жатқанда желкесіне орамал тастап, губернатор және басқа да жоғары шенділердің алдында билеген, және де алтын медалмен мақтау қағазын алған. Медалды әлдеқашан сатқанбыз, әлдеқашан. Мақтау қағазы болса, әлі күнге дейін оның сандығында тұр. Жақында оны үй бикесіне көрсетіп жатқан еді. Ол үй бикесімен аралары нашар болса да, бірақ ол біреуге мақтанғысы, өзін көрсеткісі, өткен бақытты кездерін есіне алып қойғысы келетін сияқты. Мен оны айыптамаймын. Өйткені оның естеліктерінде де осыдан басқа еш нәрсе қалмаған. Басқа барлығының күні көкке ұшқан. Ол өте сезімтал және мықты әйел. Полды өзі жуады. Жегені қара нан болса да, бірақ ол өзіне ешқашан жерге ұруына жол бермейді. Соның үшінде Лебедятников мырзаның дөрекілігін көтере алмаған. Сол үшін Лебедятников мырзадан таяқ жеген. Ол таяқ жегеннен емес, намыстанғанынан төсегіне жатып алды. Мен оны 3 жеткіншегімен жесір қалғанда алғанмын. Бірінші күйеуіне махаббатпен тұрмысқа шыққан екен. Күйеуі жаяу әскер офицері болып, арада махаббат болғасын ата-ана құшағынан қашып кеткен. Күйеуі өте қатты жақсы көреді екен. Алайда ол құмарға беріліп кетіп, ісі сотқа түскеннен кейін өлген. Кейінгі уақыттарда ол әйелін ұратында әдет шығарған екен. Катерина болса оған ақысын жібермеген. Бұл маған барлық құжаттардан белгілі. Бірақ қазірге дейін оны көз жас төгіп есіне алғаны. Ал мен бұдан қуаныштымын. Ант жиын қуаныштымын. Өйткені ол ең болмаса өз естеліктерінде өзін бақыттымын деп сезінеді ғой. Ол күйеуі өлгеннен кейін 3 жеткіншегімен жағымсыз бір шеткі қалада жесір қалады. Сол кезде мен де сол жерде едім. Олардың жағдайлары соншалық жамандығынан болғандығынан менің көзім көп нәрсені көре беріп үйреніп кеткен болса да, бірақ олардың жағдайын қазір суреттеп бере алмаймын. Одан барлық туған туыстары теріс айналғаны. Ол мықты әйел, өте мықты. Сол уақыттарда қадірлі мырзам, мен де жесір қалған едім. Бірінші әйелімнен 14 жасар қызым бар еді. Олардың жағдайына қарап, жүрегім езіліп кетті. Мен Катерина Ивановнаға үйлену ұсынысын жасадым. Оның бейшаралық деңгейін менімен үйленуге келісім бергеннен ақ біліп алуға болады. Болмаса оқыған, жақсы тәрбие көргені, аты тегі белгілі адамдардың бірі, разы болды. Жылады, сықтады, бірақ разы болды. Басқа амалы қалмаған еді деген сөз не екенін білесіз бе мырзам? Білесіз бе өзі? Жоқ, мұны сіз әлі білмейсіз. Мен 1 жылға дейін өз міндеттерімді адал атқардым. Мына лас суды аузыма да алмадым. Ол саусағымен алдындағы стаканды нұсқап қойды.
Неге десеңіз, менде де жүрек бар. Алайда бәрібір көңілін ала алмадым. Оның үстіне жұмыссыз қалдым. Өз айыбыммен емес әрине. Мүмкін штаттар қысқарды. Әне, сол кезде тағы да бастадым. 1,5 жыл болды. Өте көп қиыншылықтардан, сандалулардан кейін ақыр аяғында біз міне осы жерге өте көп ескерткіштер орнатылған бас қалаға келіп қалдық. Мен бұл жерде де жұмысқа орналастым. Орналастым ғой, қайта босадым. Бұл жолы да бұған өзім кінәлімін. Неге десеңіз, қу арақ тағы да тартып қалды. Қазіргі кезде Амалия Федоровна Лепевекзель деген үй бикесінің үйінде тұрып жатырмыз. Ненің есебінен күн көріп, қалай өмір сүрудеміз, өзім де білмеймін. Ол жерде бізден басқа тағы біраз адамдар өмір сүреді. Шын, қияметтің өзі. Бұл уақытта бірінші әйелімнен қалған қызымның да бойы жетіп қалды. Ол бейшара өгей шешесінен не күндерді көрмеді, бойы жеткенше. Мұны айтпай-ақ та қояйын, өйткені Катерина Ивановна жомарт әйел болса да, бірақ ашуы тез, тілі өткір. Өзіңіз біліп тұрғандай, Соняны оқыта алмадық. 4 жыл алдын мен оған география мен әлем тарихын үйретпекші болдым. Бірақ өзімде соншалық қуатты емес едім. Одан бөлек дұрысырақ оқулықтар табылмаған сияқты. Солайша сабағымыз да сонымен аяқтала салды. Кейін ол бой жеткеннен кейін бірнеше романдар оқыды. Айтпақшы, ол жақында Лебезятников мырзаның кеңесімен Льюис дегеннің физиология кітабын өте қызығып оқып шықты. Тіпті кейбір үзінділерін бізге де айтып берді. Оның бар алған білімі сол болды. Міне, енді мен сіздерден ыңғайсыз болса да сұрайын. Осы сұрағыма жауап берсеңіз, кедей бірақ адал қыз өз еңбегімен қанша істеп табуы мүмкін? Егер адал болса, басқалардан бөлініп тұратын бір таланты болмаса, ертеден кеш қара терге түсіп істесе, күніне 15 тиыннан артық істей алмайды мырзам. Енді мынаған қараңыз, әдеттегі кеңесші Иван Иванович естігенсіз ба оны? 6-7 голландша көйлектің ақшасын әлі күнге дейін бермеді. Тіпті барса дөлекілік көрсетіп, қуып жіберіпті. Аяқтарымен жер тебініпті, аузына ақ ит кіріп, көк ит шығыпты. Көйлектің жағасын бүлдіріпсің депті. Үйде болса балалар аш. Катерина Ивановна да ашуланып ана жақтан мына жаққа жүргені. Ол ашуланғанда Соняға «Сен арам тамақ, сенен ешқандай пайда жоқ» дейді. Бұлай алып қарағанда Соня қайсы асып тасып жатқан асты ішіп арам тамақ болады. Балалардың өздері 3 күндеп бір үзім нанға зар болып жүреді. Мен сол кезде болатын әңгіме болды. Мас халде жатқан едім. Соня қызымның сөзін естіп қалдым. Ол өте нәзік қыз. Өзі даусы да жай шығады. Мен не істей аламын? Енді Катерина Ивановна, мен шынымен де осы істі жасауым керек болса, деді Соня қызым. Жоқ, айыптамаңыз құрметті мырзам. Ол Соняны ұрысқанда ақылы орында емес еді. Қатты қобалжып тұрған кезі еді. Балалар аш жылап жатқан еді. Катерина Ивановнаның мінезі сондай. Егер балалар аш жылай бастаса, дереу оларды ұра бастайды. Бір кезде бұлай қарасам, сағат 6-ларда Соня орнынан тұрып, басына орамалды тастады да, иығына киімін ілді да, үйден шығып кетті. Сағат 9-ларда ол қайта келді. Келе салысымен Катерина Ивановнаның алдына барды да, үн-түнсіз оның алдына стол үстіне 30 тиын қойды. Бір ауыз сөйлемеді, қайырылып та қарамады. Ол өз орнына барып, қабырғаға қарап, теріс қарап жатып алды. Тек қана кей кезде желкелері мен бүкіл денесі сілкініп түсетін еді. Мен болса сол баяғы халімше жата бердім. Кейін сол кезде мен Катерина Ивановна бір ауыз сөйлеместен солнышканың жатқан жеріне барғанын көрдім.
Ол солнышканы аяқ жағында біраз уақыт тізерлеп отырды. Оның аяқтарын сүйді. Орнынан тұруға тіптен разы болмады. Кейін олар осы халде құшақтасып жатып ұйықтап қалды. Екеуі, мен болсам мас халімде жатар едім.